Кайбір пенде салауатты айта береді екен дейді. Оның үстіне дереу періштелер келеді де, ол кісі тоқтағанға дейін салауат айтып тұрады дейді ол адамға. Ана қараңыздар, осыны естісіздер ме? Жаңа самолетке режим полетке қойдыңдар ғой. Сөйтіп пайғамбарымызға салауат айтып отырсыздар 5 минут. Сол 5 минутта сізге кім келеді? Періштелер келеді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі бұл. Сөйтіп ол адамның үстінен оған игілік салауат айтып тұрады дейді, игілік деп тұрады. Ана адам тоқтатқанға дейін. Ана адам тоқтатады дейді. Сол кезде барып періштелер кетеді деп айтты дейді. Қаншалықты көп айтсаңыз пайғамбарға салауатты, соншалықты ол періштелер сізге игілікті көп айтады екен. Міне құрметті бауырлар, бұл ай сол пайғамбарымызға көбірек салауат айтып, бастап нәпсіні үйретіп, кейін осы ай біткеннен кейін не істеуіміз керек? Салауаттың барлығын тастауымыз керек. Дұрыс па? Жоқ ай. Келесі айда да жалғастыруымыз керек. Салауат деген жыл 12 ай айтылады.